Welcome back, ladies and gentlemen. Құрметті ханымдар мен мырзалар, екінші мастер-классқа қош келдіңіздер. Біз форумның әлеуметтік серіктесі Самұрық-қазынаға рахмет айтқым келеді, олар қолдау көрсеткендері үшін. Біздің келесі мастер-классымыздың авторы Клементин Мальпас. Ол деректі фильм авторы, ол әйелдердің құқықтары және босқындар бойынша жұмыстармен айналысады. 9 ай бойы Ауғанстанның әйелдер түрмелерінің ішінде өткізді. Ол Гүлназ атты қыз туралы деректі фильм түсірді, оның хикаясын көрсетті. Ол зорлық құрбаны болып, содан кейін түрмеден шықты, көптеген жүлде алды. Клементин Ким против Кабула атты фильмі үшін жүлделерге ие болды, және ол Тагнест фильм атты ұйымның негізін салушы. Клементин бүгін коммерциялық емес ұйымдар және әлеуметтік сторителлингқа арналған видеоматериалдарды құру туралы айтады. Мен Гүлназдың хикаясы туралы айтқым келеді. Біз 2009 жылы таныстық, және мен сол кезде Ауғанстанға барған болатынмын. Мен осы әйелдердің құқықтары жөнінде фильм түсіруге барғанмын. Мен түрмеге барып Гүлназбен кездестім. Ол өзінің хикаясын маған айтты. Ол зорланғанын айтты, және зорлық құрбаны болғаннан кейін полицияға барған кезде оны адюльтер үшін қамауға алған. Күйеуінің көзіне шөп салған үшін түрмеге салған. Содан кейін бұл жерде әлем бойынша бүкіл жаңалықтарда осы туралы айтылды. Президент оған қайырымдылық жасап, содан кейін сол түрмеден босатқан. Бұл моральдық қылмыстар үшін әйелдерді түрмеге салу мәселесі көтерді. Мен фильмдерді қалай жасаймын, және оларды қалай жасауды жақсы көремін, сол туралы айтқым келеді. بدي لعب هيك ما بتذكر بس بالليل محمد بدي نام بتذكر كل شيء. I didn't get to meet your mom, so I want to know what she was like. Мен сенің анаңды кездестірген жоқпын. بعد طالب عام میگم که بس از جنگ دست بکشن مردم Мен талибанмен сөйлескен кезде оларға соғысты тоқтату керек туралы айтқан болатынмын. Ол менің қолымды байлап тастады, мен оған айғайладым, бірақ ол менің аузымды жапты. Ол мені өлтірем деп қорқытты. Сізде заңгер бар ма? Жоқ әрине. Ал заңгер қай жерде бар екенін білесіз бе? Мен білмеймін. There is a lot of problems in the world today, you know. Қазіргі кезде өте көп проблемалар бар. Бәр жерде Complex fighting, you know. күрес жүргізіп жатыр, шайқастар болып жатыр. Проблеманың шешімі неде? Қалай ойлайсыз? Крикет.
So what makes a good story? Сонымен жақсы хикая қайдан шығады? Біз жақсы түсіне алатын, біз бір-бірімізге хикаяларды үнемі айтамыз. Біз балаларға ертегі айтамыз, оларға бір нәрсені үйрету үшін, әлем туралы түсіндіру үшін, оларға белгілі бір қауіптер туралы айту үшін айтамыз. Бірақ сонымен қатар ертегі қызықты болу керек, белгілі бір сабақты үйрету керек. Деректі фильмде сол сияқты болу керек. Өйткені аудиторияға ол бір нәрсені үйрету керек, белгілі бір мәнді жеткізу керек. Әрине, Голливудтық фильм сияқты болу мүмкін, деректі фильм, бірақ деректі фильмнің айырмашылығы ол шынайы хикаяға негізделген болады. Жақсы хикая деген қандай хикая? Ол адам жөніндегі хикая, адамдардың хикая. Яғни олар бір нәрсе қалап, оған қол жеткізе алмаған кезде. Мысалы, адамдар бейбітшілік қалайды, бірақ олардың елдерінде соғыс болып жатыр. Олар бейбітшілікке қол жеткізе алмайды. Тағы бір фильмді сіздерге қазір көрсетейін. Ол қысқа деректі фильмнің өте жақсы бір үлгісі. Ол ондаған, мыңдаған адамдарға көрсетілді жаңалықтар арнасында, бірақ та интернетте ол одан да көп көрсетілімге ие болды. Бұл осы хикаяны қалай айту керегі жөніндегі мүмкіндіктерді сізге ашады. Сіздердің көргендеріңіздің барлығы 48 сағатта осы мына жерде көріп тұрсыздар, соғыс жүріп жатыр, шайқастар жүріп жатыр. Онда өте көп адам өліп, жараланып жатты. Ондаған адамдар жарақат алды. Бірақ осы жерде, мына жерде көріп тұрғанымыздай, өте жылдам құрылған операционныйда жұмыс жасалып жатыр. Наэльдің аты Наиса, ол аяғы ауыр, және ол босануға жақын уақытында бомбылауға түсіп, жарақаттанып, өз аяғымен ауруханаға келген. Маған скальпелді беріңіз. Ауыртпай жасауға тырысам. Және ол жарылған кезде аяғы мен қолын сындырып алған. Және бірақ дәрігерді мазасызданып тұрған нәрсе, баласы тірі ме, жоқ па, баласын өлтірді ме, жоқ па. Яғни бұл жерде жаңа бір өмірді сақтап қалу мүмкіндігі бар ма, жоқ па, соған толқып тұр. Бірақ әрине бұл қалада уақытсыз өлім деген өте, мезгілсіз өлімдер өте жиі болып жатады. Далада өте көп адамдар жарақаттанып, үй-күйсіз қалуда. Және операционныйда тағы да міне бір адам дүниеге келді, бірақ проблема бар сияқты. Жүрегі соғып тұр ма? Жоқ, соғып тұрған жоқ. Өкінішке орай жүрегі соғып тұрған жоқ. Бірақ дәрігерлер бұл баланың өмірі үшін күресуде. Бұл жерде анасынан да, баласынан да айырылу қаупі бар. Және баланы сақтап қалу әрине өте қиын бұл жерде. Ал далада адамдар өте оңай өледі. Өлім өте жақын. Және бұл жерде далада бір шайқас болып жатса, операционныйда басқа шайқас болып жатыр. Дәрігер баланың тыныс алу жолдарын тазартуда.
The child hovers between life and death. Бала өлім мен өмірдің арасында күресуде. Then the umbilical cord twitches, Және proof of life. ақырындап жүрегі соға бастады. Бұл өмірге баланың келгенінің дәлелі. شو قصة الطفل؟ الطفل مين؟ هيك وردت صار وردي بس Қызара бастады, денесі терісі қызара бастады, қараңдар. And the most elemental sound of all. Және бұл керемет дауысты барлығымыз естідік. لا تقول More powerful for a brief moment. Ал енді қаттырақ дауысы шықты. Өлімге жақын адамдардың дауысынан кейін бұл дауыс басқаша естіледі. Оған оттегі керек. أشرب 20 минут оған қосымша рәсімдер жасағаннан кейін ол дүниеге шыр етіп келді. Жылай ғой, даусыңды шығар. Дәрігер оны дүниеге әкелді және оның анасының да өмірді сақтап қалды. Бірақ өзі әбден шаршап бітті. سلامتك يا حكيم بالعكس شو السبب؟ Сен әлі жассың. Менің аяғым қатты ауырып тұр және өзім айғайламауға тырысамын. Бірақ дегенмен өзімде жарақаттанып қалдым. Бала тірі, өте қуаныштымыз. Ал енді орап алыңдар. Бұл бала тумай жатып өліп қала жаздады. Бірақ ол туған әлемде соғыс жүруде және өлім оған тым жақын. Менің ойымша бұл өте керемет қуатты хикаяның өте жақсы үлгісі деп айтуға болады. Бір адамның өмірі. Бұл мынаны көрсеткісі келді. Бұл баланың оқиғасы ғана емес, жалпы үлкен сол бала өмір сүретін ортаның оқиғасы деп айтуға болады. Және бұл хикая өте күшті. 3 нәрсені есте сақтау керек. Директ фильмді түсірген кезде сіз жеткізгіңіз келген негізгі идея қандай? Не үшін сіз бұл фильм түсіресіздер? Сіздер бір қаржы жинау үшін бе, әлде біреуге бір нәрсені жеткізу үшін бе? Және сіздің аудиторияңыз кім? Үкіметтік емес ұйымдар үшін фильм түсірсеңіздер, ол әртүрлі болуы мүмкін. Әлем бойынша босқындардың өмірі туралы фильмдер өте көп. Мен сіздерге тағы да бір фильмді көрсеткім келеді. Хала жөнінде Сирияның бір семьясы жөнінде. Негізгі бұл жердегі месседж осы халаны біз таптық. Сириядағы отбасы соғыс кезінде жетім болып қалған. Осы жөнінде хабардар қылу үшін Ливанда сириялықтар күнделікті келеді. Ливанға осы соғыстан қашып, босқындар топ-топ болып келеді.
Бұнда 4-ші жыл соғыс болып жатыр. Әрине халықтың жағдайы өте нашар. Мұнда босқындар, Сириядан келген босқындар, олардың көпшілігі балалар. Хала және оның 5 аға әпкесі осында Сириядан келген. Және көптеген Ливандағы босқындар сияқты. Олардың үйі осы кішкентай шатыр болды. Мен Халан және оның ағалар мен әпкелерін кездестірген кезде олар осы шатырда 1 жыл тұрған. بالنهار مو بقضي لعب وهيك ما بتذكر شيء بس بالليل واحد ما بدي انام Түнде ұйықтар алдында мен осы есімде. انا امي عايشه هي بسوريا واجت لهون اجت Және бір күні түсімде Сирияда болған сияқты түсіме кірді. Мен ояндым да шошып кеттім. رديت كلمات ناوي ما حلمت بدي كمان حدا شغله فاتحه Мен қайтадан ұйықтап қалдым, ондай емес екенін түсіндім де. You said your mom had long hair. Tell me something else about your mom. Анаң туралы кішкене I айтшы. didn't get to meet your mom, so I want Мен to сені know. анаңды кездестірген жоқпын ғой, айтып берші анаң туралы. Was she like you? Сен сияқты ма? Ол мынау сияқты болды. Оның тісі де осындай әдемі болды. 1 жыл бұрын Халаның анасы өліп қалған. Хала және оның 17 жасар ағасы далада бақшада ойнап жүрген. Шешесін осы бомба жарылысы өлтірген кезде. Біз бомбалауды ести бастадық, және осы жерде бізге бомба түскенін көрдік біздің үйге. Камел екеуміз бақшада ойнап жүргенбіз. Ал Камел осыны көрген кезде мүлдем өзгеріп қалды. Ол дәл сол бала күйінде қалып қалды, психологиялық жарақат алды. داخ شفتي ما قلتلش دوخ نمير كامل Немер. Камелға кел. Мынаны ішіп жүр, байқа. عندي حاطهم جي Last seen in Syria almost a year ago. Сирияда 1 жыл бұрын әкесі өліп қалған болу керек. هاي حبة ماي لا الساعة هي جايب لك اياها عادي مثل الامريكان عادي ما فيه شيء خالص كان حتى اصحى منا كلياتنا اشقل منا كلياتنا ما كان في شيء خالص Ештеңе дұрыс емес, барлығы дұрыс болатын. Хала бүкіл отбасын қарайды. Хала басқа балалар сияқты болатын, мектепке баратын, ойнайтын, бірақ барлығы өзгеріп кетті. Ол өзінің ағасын күтуге мәжбүр болып отыр. Қазір үлкен адам ересек сияқты бүкіл отбасын қарауда. Бұл өмірге бейімделу олар үшін өте қиын болды. كنا نحن حرام نعيش العيشة يعني وين كنا وين صرنا يعني أغلى شيء نبرك على السفر يعني كانت ماما كان بابا كان أخي الكبير يعني ما كنا حاسين مسؤولية خالص يعني هلا شوفي يعني وحدي ما عمرها Біз бірге болған кезде 11 سنة حاسين مسؤولية أكثر من عمرها қазір енді ол 11 жаста, бірақ дегенмен бүкіл отбасын күтуге мәжбүр болып отыр. Біз өте әдемі көркем үлкен үйде тұрып едік, ал қазір оның барлығы жоқ. Күнде кешке таман түнде біз ұйықтамайтынбыз, және
كله Біздің أشوف هيك شغلات فأروح نلطم керемет үлкен бақшамыз бар болатын жап-жасыл. Және ол бақшада біз үнемі ойнайтынбыз. More than half of the 2.5 million refugees fleeing Syria 2,5 миллион are children like us. босқындар осында келіп отыр, балалар да олардың арасында. Every week, Апта sells the сайын rubbish they collect. олар қоқысты жинап, соны сатады. Қоқыстың ішінен тауып алған нәрселерін. 35 килограмм осы аптада For them to get by. ол сол қоқысты сатып біраз ақша алды. لحالهم ولاد لحالهم ها Сіздің балаларыңыз жалғыз ба үйде? Kids are with their dad. Мен балаларым әке есіммен отыр. اسمها دجاجة أصلا البنت تريدها تنزل اسمها غير رأس واحد Міне жерде саты бар, мынандай әдемі үйдің суреті. أصلا كان تقع وكان يتكسر بس رأسه هبط اسمه علق على الدرج Ол құлап қалыпты. اسمه هاي الحية ضربته Осы сатыдан құлады. البيت نهد كلها على الأرض Анау біздің үйіміз. اسمه شافوا من برا مهدود كلياته اسمه كانوا بيروحوا على ضيعتهم Losing their mother in such a violent way. Осыншалықты қиын жағдайда анасынан айырылу және босқын болу ға байланысты олар жасынан ертерек есеюге мәжбүр болды. Және бұл балалардың барлығы осы соғыстың зардабын шекуде. طبعا ما اخليها بتروح اذا جيت لعندي نهار واحد بخليها تضل تحكي لي حكايات بخليها بنام معها بكل شيء بخليها بقول لها انا بحبك يا امي انا مشتاق لك بس تعي لعنا هيك شو بدي اقول لك Мен анамды қатты сағынамын. تروحوا نلعب برا نلعب برا بزعل ليش ما بزعل؟ كلياتنا خسرنا طفولتنا. Біз балалық шағымыздан айырылдық. Бұл фильм өте жақсы үлгі деп айтуға болады. Осы хикаяны айтудың жолы. Бұл әлдеқайда кеңірек аудиторияға ие болды және бұның веб-сайтында көрсетілді. Яғни директ фильм түсірген кезде 3 нәрсені еске түсіру керек. Яғни сіздің кейіпкеріңіз нені қалайды? Содан кейін ол кейіпкердің жолында қандай кедергілер бар, соның барлығын көрсетесіз. Яғни Гүлназ түрмеден шыға ма, және жаңа туған бала тірі қала ма, жоқ па? Жақсы ма, жаман ба қорытындысы? Бірақ бәрібір сол проблеманың шешімі соңында көрсетілу керек. Жақсы болсын, жаман болсын. Бұл жерде Гүлназ түрмеден шықты, ал кейбір кезде кейбір проблемалардың шешімі болмайды. Ал сіз адамдардың не істегенін қалайсыз өйткені осы хикаяның шешімі әрекет болуы мүмкін. 3 нәрсеге көңіл бөлу керек. Сіздердің кейіпкерлеріңіз қандай әрекет жасауда? Бұл фильмде Халаның ағасы қоқыс жинауда және сол қоқысты сатып, олар соған өмір сүреді. Гүлназ туралы фильмде әрине өте қиын фильм көруге және босқындар туралы фильмді де көру өте қиын.
Ал Гүлназ туралы фильмде ол түрмеде отырды, және фильмнің соңында ол түрмеден шықты, және біз оған заңгер таптық, біз оның отбасын таптық. Бізге ұқсайтын кейіпкер бар ма? Біздің барлығымыз адамбыз, және біздің ортақ адами қажеттіліктеріміз бар. Хала өте керемет, өте күшті. Басында өзінің шешесінің қалай өлген жөнінде айтқанның өзінде ол күліп отырды. Ол кішкентай қыздың мықтылығын көрсетеді. Жалпы кейіпкердің эмоциялары осы хикаяда көрсетіле ме? Халаның ұрпағы, Хала мен тұстас адамдар, оның ағалар мен әпкелері өте жылдам есеюге мәжбүр болды. 11 жасында ол анасынан айырылды. Аудиторияны осылай кейіпкерлер үшін, алаңдау үшін, толғану үшін не істеуге болады? Мысалға, әрбір адам бір жекелеген бір адамдарға толғаныс білдіреді. Белгілі бір себептерге байланысты, бірақ біз өзіміз білмейтін адамдарды мүсіркемейміз, біз оларды сыйлаймыз, бірақ мынандай адамдар бар, біз олармен, яғни өзіндік сол жалғыз болғандықтан оған өзіндік бір қамқорлық көрсететіндей, немесе әзілдейтіндей, немесе ең бір жақсы уақыттарды өткізетін адамдар, немесе бұл адам сізді белгілі бір өзіңіздің жабырқауыңызға алып келуі мүмкін. Мысалға, адамның күшті және әлсіз жақтарын білу, яғни махаббат арқылы сіз адамның ең күшті және әлсіз жақтарын білулеріңізге болады. Мынау Сара және Мұхаммед, бұл жас отбасылық жұп, олардың Самана есімді қызы дүниеге келген. Олар осы босқындар лагерінде дүниеге келді, олардың қыздары осы лагерде дүниеге келді. Қарап отырыңыздар, екінші буын босқындар осы лагерде дүниеге келуде. Және бұл оқиға, қарап отырсаңыздар, созылып кеткен дағдарыс туралы, яғни бірнеше буын адамдар, яғни осы лагерде дүниеге келіп өсуде. Біз сондай-ақ өзіміз Мұхаммедтің суреттерін, бейнематериалдарды түсірген болатымыз, яғни болашақ жары мен сүйіспеншілігі жөнінде. Сара осы жерде дүниеге келген, осында өсті, және ол осы Мұхаммедтің әйелі және баласының анасы болды, және еш уақытта осы лагерден тысқары шықпаған. Және сіз өзіңіз осы жақсы көретін адамды тапсаңыз, оған бір ерекше қарайтын болсаңыз. Және сен осы анархияны жек көре бастайсың. Әрине, осы адамдардың оқиғалары біздің жағдайдан, біздің өмірлік жағдайымыздан бөлек, яғни біз сонымен бірге осы махаббат оқиғасын айтып беріп жатырық. Мынандай жаман жағдайдың өзінде, нашар жағдайдың өзінде махаббатты көріп отырмыз. Және бұл өте маңызды мәселе. Және сіз өзіңіздің идеяларыңызды қалай көрсетесіз, өзіңіздің мүдделеріңізді, яғни басқа адамдарға қалай осы сюжетті ұсынасыз, сатасыз деген секілді. Және мен көбіне осы монтажбен айналысқан кезде мен бейнематериалдарды қайта-қайта зерделеп қарап шығамын. Өйткені бұл менің ойымды дұрыс жеткізу керек. Сіздің сюжетіңіз қандай? Сіздің бейнематериалыңыз өзіңіздің сюжетіңізді ашып көрсетіп отыр ма? Және сіз сюжеттің барлығын бір жолда көрсете аласыз ба? Гүлназда барлығы түсінікті болған болатын, оны зорлап кетті, түрмеге жауып тастады деген секілді. Ал мына жерде мынандай сұрақ туындайды. Белгілі бір фон, яғни осымен әртүрлі реңктермен жаңағы сюжетті түсіндіру. Мысалға, бір адам туралы осындай
деректі фильм түсірілген кезде сіз осы адамның өмірін оған көрсетесіз, осы фильмге кімді қосса көрсетесіз, яғни басты кейіпкермен сіз ол адамдардың әрқайсыңызбен, яғни сіз қандай мақсатты көздеп отырсыз, сіз осы қандай сюжет түсіргіңіз келеді, соны айтуыңыз керек. Мысалға, мен сені күнделікті өмірде қандай өмір сүріп жатқанды көргім келеді. Мен саған әртүрлі сұрақтармен мазаламаймын, сен өзің қалай өмір сүріп жатсың, қалай демалудасың, немесе мынау әйел адамның есімі Принцесс, ол Нигерияға заңсыз алып келіп, одан кейін Италияға апарған болатын, және оны жезөкше ретінде секс индустрияға мәжбүрлеген болатын, және ол жақтан қашып, қазіргі кезеңде басқа осы секс қылдықта жүрген әйелдерге көмек көрсетуде, олардың осы секс индустриядан кетуге, яғни өзі кету үшін оларға ақыл кеңестерін беруде. Яғни егер де сіз осындай бір сюжетті жасап жатсаңыз, осыған ұқсас бейнематериалдар бар ма, бір жерде орналастырылған, соны қарауларыңыз керек. Және бұл жағынан айтқанда мен өзімнің құрбымның кеңесіне жүгінемін, ол ілгері бір сондай деңгейде әлеуметтік бағыттағы сюжеттерді түсіретін құрбым, және ол мені осы бірізділік, яғни белгілі бір экрандағы қимыл қозғалыстар, сол сіздің ойыңызды жеткізе алады деп айтқан болатын. Келесі бір мәселе, сіз осы өзіңіздің видеоңызды кімдерге таратасыз, сіздің нысаналы аудиторияңыз кімдер, және сіз өзіңіздің видеоңызда ең басты кейіпкер ретінде кімді алғыңыз келеді. Бұл менің өте жақсы көретін жұмысым. Мен мысалға бірнеше адамдарға сауалнама жүргізем, бірақ менің сүйікті кейіпкерім осы барлықтар үшін жауап беретіндей ой қорытынды жасайды. Сондықтан да сондай адамды табу, міне мына жерде қарап отырсаңыздар, әдемі жас қыз, ол сол жоғалған буын өкілі ретінде олар бір нәрсеге қол жеткізе алмай қалған болатын, оларға осындай шектеулер қойылды, және мен қаншама сұхбаттарды өткіздім барлық осы орындарда. Мысал айтатын болсақ, бұл адам, экрандағы адам, ол маған осы түпкілікті ойды берген болатын. Мен алдын ала дайындық жұмысын жүргіздім, оның дайындалуын сұраған болатынмын, және мен ол кісімен кездестірді, және ол белгілі бір оқиғаның бет-бейнесіне айналды. Бұны көбісі айтқан шығар, бірақ бұл қыз, осы экрандағы қыз, ол бұның барлығын жақсылап айтып берді. Нәтижесінде барлық адамдар осы оқиғаны бір өздері көргендей болған болатын. Мен осы Хала есімді қызды 4 күн бойы іздедік. Біз өзіміздің хабарламамыз әртүрлі лагерлерге дейін жетті. Адамдардың арасынан, яғни іріктеп алған болатынбыз, және бұл ретте сіздер мынаны еске алыңыздар, сіздер өздерін сенімді ұстайтын адамдарды таңдап алуларыңыз керек. Мысалға, камераның алдында өздерін жақсы ұстайтында, мысалға, мен сені қазір түсіремін, осы бейнеңді, сен осыдан қорықпа деп айтуыңыз керексіздер. Және мен мысалға айтатын болсам, Сарагос өңірі жөнінде фильм түсірдім. Бұл өте бір үлкен өңір, трансатлантикалық проблема, және онда бір адам болған болатын, ол гей болды, және оған осы заңсыз маршрут арқылы саяхаттап өзінің, яғни жынысын өзгерткісі келген болатын. Әртүрлі операцияларға 450 мың яғни жұмсаған болатын. Сонымен бірге екінші бір адам болды, ол да осындай гей, ол өте бір жабырқаған адам, және оның кейіпкерді видеоға түсіру қызықсыз болды деген секілді. Оның харизма сонша болған жоқ. Ол өзі қашып жүрген гей болған болатын, бірақ бұдан басқа бір нәрсені ала алмадым. Сондықтан да осы Чарлиді таңдап алдық. Бұл әйел, қарап отырсаңыздар, өмірге деген сүйіспеншілікке толы. Міне осындай адамдарды таңдап алыңыздар. Мысалға, белгілі бір 100% британдық, немесе оның тісі
қатары дұрыс немесе өзіндік бір қызығушылығы бар деген секілді адамдарды емес, сіздер өзіндік бір басқа адамдарды олардың бірлесіп әрекет ету үшін мүмкіндіктер жасаңыздар. Соның нәтижесінде белгілі бір өмірдегі жағдайларды көресіздер, және бұл қысқаша мен сіздерге жеткізгім келген нәрсе. Енді сіздер өздеріңіз осы түсіретін адамды тапқаннан кейін сіз, яғни мен оны қай жерде түсіремін, қандай өмірінің қандай бөліктерін түсіруім керек, қандай декорациялар болу керек, жалпылама хронометраж қандай болу керек деген секілді мәселелерді қарайсыздар. Мысалға айтатын болсақ, тұтастай бір тіршілік иесі адам туралы қалай түсіру керек. Және осындай бір жақтарды іздеңіздер, мысалға осындай адамдардың түсіріңіздер, олар сіздерге өздері үйренсін, сіздерге соның нәтижесінде оларды, яғни қарап, яғни оларды өздеріңіз түсірулеріңізге болады. Мысалға айтатын болсақ, олардың мәні қандай, олардың табиғаты қандай екендігін білесіз. Ал жалпылама әрбір сюжетке не нәрсе релевантты, қандай бір байланыстарды көрсеткіңіз келеді, немесе қосымша бір ақпаратты көрсеткіңіз келеді дейтін болсақ, міне мен жұмыс істейтін жерде сізге еркін жүруге, яғни бір нәрсені еркін түсіруге мүмкіндік береді. Және мен үшін көбіне осы белгілі бір монтаждар деген секілді мүмкін осы жақтарында қарайтын шығармыз. Және ол мысалға терезеден қарайды, немесе саваннада саяхаттайды деген секілді. Менде әртүрлі, яғни осы кейіпкерлеріміздің суреттері бар. Және кинематографиялық элемент. Менің ойымша осындай әдемі, яғни суреттер сіздің құжаттарыңызды жан-жақты көруге мүмкіндік береді. Сондықтан да сіздер өздеріңіз көп адамдарды өзіңіздің аудиторияларыңызға тарта аласыздар. Және бұл сіздің сол оқиғаны ашып көрсетуге мүмкіндік береді. Және оны барынша толыққанды етуге мүмкіндік береді. Мысалға айтатын болса, сіздер қаншама әдемі бейнелерді көрсетіп қоюларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Және директі фильм түсірген кезде мен о жаққа барып, яғни сол қаланы, соның табиғатын, бұлақтар, тағы басқалар, яғни оны түсіре бастаймын. Ол бір сол бейнематериалды ашып көрсететін, яғни бір өзіндік детальдар. Яғни мұнда, мысалға айтатын болсақ, ер адам суық күні, мысалға айтатын болсаңыздар, оның аузынан демінің буы шығып жатқан шығар деген секілді. Осындай суреттерді іздеңіздер. Және сіздер өздеріңіз салыстырмалы түрде мынандай образдарды қарауларыңызға болады. Мысалға белгілі бір уақыттан кейін А нүктесінен содан кейінгі нүкте деген секілді. Және сіздер осы фильмді түсірген кезде, мысалға болған жағдайлар туралы, немесе босқындар туралы фильмдерді түсіру барысында сіз осыны көрсете отырып, яғни босқындардың өмірін көрсете отырып, яғни сіздер оларды түсіндіріп, осы оқиғаларын айтып көрсететін болса, мысалға сіз камераны жай ғана қойып түсіретін болсаңыз, бір нәрсеге қол жеткізетін шығарсыз, бірақ сіз оның осы босқындардың аянышты, мүшкіл халын көрсететіндей, яғни түсірілім жасаңыз. Суреттер әдемі, яғни олар бірақ статикалық формада секілді, ал бейне материал сізге бір оның көрсетуге мүмкіндік беруде. Сондықтан әр кез, әрбір осы секундты жұмыс процесін тіркеңіз. Яғни болып жатқан оқиғаларды барлығын, әсіресе мысалға айтатын болсақ, адам сізді түсірмей жатыр деп ойлаған кезеңде түсіріңіз. Осы адамның басты кейіпкердің туған туыстарын түсіндіріңіз. Оларды, яғни сіздерді күтпей тұрған кезеңде, сізге үйренген кезеңде тотсызсын түсірулеріңізге де болады. Мысалға, мен жұмыс істеген кезеңде, мен лингвистикалық аудармашылармен жұмыс істеген келмейді. Өйткені аудармашы ол қысым факторы секторы, және менің өзімнің жеке қабылдауымды
қабылдауыма нұқсан келтіретін секілді. Сондықтан да мен аудармашыларсыз жұмыс істеймін. Және бейне материал мұнда қарап отырсаңыздар ең бір басталуы, яғни сіз оны қызықты етіп бастасаңыз, сіз аудиторияның назарын бірден аударасыз. Және ол жөнінде мен айтқым келіп отыр. Ал қазір мен сіздерге осы деректі фильмнің кіріспесін, осы принцесса, яғни ханшайым туралы заңсыз, яғни Нигериядан келген иммигрант жөнінде фильмді көрсеткім келеді. Бұл жерде басты кейіпкер осы адамдарды заңсыз сатумен, яғни сексуалды құлдыққа түскен құрбандардың аянышты, мүшкіл халі жөнінде баяндау. Hello, baby girls. My name is Princess. I'm a friend and a mother to all Benin girls in Africa. I'm Mama Africa. Because for me, I'm blaming myself. You don't need to blame yourself. Менің есімім Принцесс. Мен мына жерде мына қыздардың барлығын бригадирмін. Мені Мама Африка деп атайды бұл қыздардың барлығы. Remind me of the suffering. Reminds me how the girls suffered in the streets. Бұл жерде далада көшеде қыздар қалай зардап шекетінін маған есіме түсіреді. Өйткені мен өзім сол секс трафиктің құрбаны болдым. So the power of music. Сонымен бұл жерде музыканың күші. Музыка мен үшін жай ғана бір нәрсе емес, оны мен көбіне осы музыканы ең бастапқы кезінен бастап таңдап аламын. Өйткені бұл музыка бір эмоцияны немесе белгілі бір өзіндік сол фильмге реңк береді. Сондықтан да музыка жалпылама көріп жатқан нәрсені жан-жақты сезінуге, түсінуге, белгілі бір эмоцияларды туындатуға мүмкіндік береді. Мен мына фильмді түсірген болатымын, мен енді осы мысал ретінде көрсетейін. She basically knows she's dying a slow death and there's no one to help her. She decided to go home. Ол өзінің баяу өліммен өліп бара жатқанын біледі. Lindsay goes to the village looking for Mariam. Линдси ауылға барды. Адамдар босқындардың қандай жағдайда екенін көру керек. Ешкім босқын болғысы келмейді, ешкім босқынның орнына тұрғысы келмейді. Ал бұл шынайы адамдардың тағдыры. I think there are two ways that Яғни осы фильмді қалай көрсетуге болады? Оның екі жолы бар. Яғни біріншіден мен өзім үшін ең бір тиімді жолын таптым. Бұл ынтымақтастық, мысалға үкіметтік емес ұйымда осы сол түсірілімдерді көрсететіндермен байланысы бар. Үкіметтік емес ұйымдардың, мысалға айтатын болсақ, басқаларда, осы теледидарда бағдарламаларды көрсететіндерге қарағанда, яғни осындай қолжетімділігі мол. Сондықтан да сіздер жақсы деңгейде осы видеоны түсіре аласыздар. Және продакшн компаниялар шын мәнінде жақсы дәнекер болуы мүмкін. Олар шын мәнінде сіздерге, яғни осы фильмді түсіруге мүмкіндік береді. Мысалға, Гүлназ туралы фильмді мен Еуроодақ сұраған болатын. Мен осы әйелдердің құқықтары жөнінде фильмді түсірсеңіз деп айтқан болатын. Мен мысалға Еуроодақсыз осы түрмелерге кіре алмайтын едім. Өйткені олар Ауғанстандағы сот төрелігіне, яғни байланысты 6 айға, яғни сот осы органдарынан өзіндік бір рұқсат алып, нәтижесінде мен
бас бостандығынан айыру мекемелерінде болған болатымын, және бұл фильмді үлкен аудиторияға шығара алдым, және ол осындай эффектіге ие болды. Тағы да бір осы үкіметтік емес ұйыммен, яғни осы хабарларды, жаңалықтарды көрсетушілердің арасында айтатын болсақ, қандай бір айырмашылық жақтар бар. Свазилендте туберкулез жөніндегі фильм түсірілген болатын, және олар продакшн компанияға жүгінді, және оларға біз өзіндік бір тизерді жасасақ, және мен осыны барлығын жасауым керек деп айттым. Және дәл осы болды. Яғни біз туберкулез жөнінде Свазиландта көркем фильм түсірдік. Және жұлдызды шақыру кейбір кезде жақсы табысты болады, кейбір кезде табысты болмайды. Хала туралы фильмді түсірген кезде Анджелина өте керемет болды, өйткені ол өзі үлкен қызығушылық тудырды. Анджелина Джолидің бұл Хала туралы фильмде болуы бүкіл назарды өзіне аудартқан жоқ. Анджелина ол фильмде болғанымен, өйткені Хала сол фильмнің негізгі кейіпкері болып қала берді. Біз түсірген әр фильм 30 секундтарға және минутқа бөлінеді, содан кейін Инстаграмға, Твиттерға салынады. Әлеуметтік өзгеріс жасау, хикая айту арқылы. Әрине, әлеуметтік өзгеріс өте маңызды. Алдында айтқандай, 1000 рет жасау керек оны жүзеге асыру үшін. Қазіргі кезде кәсіби себептер үшін, кәсіби мақсаттар үшін оны қалай пайдалануға болады, соны ойластыруымыз керек. Яғни біз балаларымызға әлем жөніндегі шындықты айту үшін ертегі айтқандай, бізде әлемге, қоғамымызға хикая айтамыз. Және біздің хикаяларымыз әлемді жақсырақ түсінуге көмектеседі. Егер сен әлемді хикая арқылы өзгерткіңіз келсе, міндетті түрде ойлануың керексің. Аудиторияға нені көрсеткің келеді? Қандай әділетсіздікті көрсеткің келеді? Ол әділетсіздікті қалай шешуге болады? Және осы фильмді көргеннен кейін адамдардың қандай әрекет жасағанын қалайсың? Сен ол көлікте өздерінің белдіктерін тағып отырғанын қалайсың ба? Немесе қайырымдылыққа біраз ақша бергенін қалайсың ба? Сен қандай сезім оятқың келеді? Сен мысалы үнемі аудиторияға сен бір нәрсені үйретесің фильмдерді көрсету арқылы. Неғұрлым фильмді көп адам көргенін қалайсың ба? Немесе осы фильмдегі адам сен болуы мүмкін, сенің ағаң, сенің әпкең, сенің анаң, немесе сен өзің болуы мүмкін деп көрсеткің келе ме? Әйелдердің Ауғанстандағы құқықтары туралы көрсеткіміз келді. Белгілі бір моральдық қылмыстар үшін Ауғанстанда әйелдер қамауға алынатын көресіз. Біз Гүлназ атты қызды солай таптық. Біздің түсіретін хикаяларымыз адамдар, шынайы адамдар жөнінде, сондықтан олар қуатты. Бір апта бұрын мен күйеуім Ауғанстанда болды, және әуежайда сол кезде бомбалау болды. Ол 2 сағат бұрын ерте кеткенде, және әйелдер осы балалармен сұхбат жүргізіп жатқан. Содан кейін ол ауруханаға барып, сол балаларды табуға тырысты. Содан кейін ол ауруханаға барған кезде біздің баламен жасты бір ол баланы көрді, және оның ішінде шрапнель болды. Ол баладан барып сұрады, не болды деп. Және ол эвакуацияға дайындалып тұрған, және оның анасы қасында болған, анасы бомбалауда өлген, содан кейін ол жарақаттанып осылай ауруханаға түскен. Дәрігерлердің айтуынша бұл балада 40% өмір сүру мүмкіндігі бар екен. Яғни анасы ұшаққа
үлгеремін деп оның баласы барлығы сол жерде сол ұшаққа отырып кетті деп ойлаған, және содан кейін ол бала Пәкістанға жеткізілген. Содан кейін Пәкістанда ол ауруханада жатқаннан кейін оның тірі қалу ықтималдығы 80%-ға дейін көтерілген. Содан кейін анасымен қауыштырған. Дұрыс хикаяны, дұрыс деректі фильм арқылы түсіре білсеңіздер, және оны қажетті аудиторияға жеткізсеңіздер, осындай хикаялар, осындай деректі фильмдер шынайы әлеуметтік өзгеріске әкелуі мүмкін. Үлкен рахмет, Клементин. Онлайн сұрақ бар бізде, және мен ол сұрақты қоям. Әйелдер Ауғанстанда өздерінің құқықтарынан айырылып жатыр. Және қайтадан осы Ауғанстанға барып, осындай адамдарды құтқаруға дайынсыз ба? Иә. Иә, мен Талибан ол жерде орналасқаннан кейін бармақ болдым, және әйелдердің жағдайын көргім келді. Және осы жерде хикаяны түсіре аламыз ба деп ойладым, бірақ қазіргі кезде Ауғанстанға бару өте қиын, әлдеқайда күрделірек. Және қазіргі кезде Ауғанстандағы әйелдердің жағдайы жөнінде фильм түсіріп, оны сол жерден көрсету өте қауіпті нәрсе. Талибан орналасқаннан кейін не болғанын әрине көрсеткіміз келеді. Аудиториядан тағы сұрақтар бар ма екен? Менде сұрағым бар, Клементин, сізге. Хала және оның отбасы және Гүлназ туралы айтатын болсақ, қазіргі жағдай қандай, білесіз бе? Гүлназ қамаудан шыққаннан кейін Әділет министрлігі оны зорлаған адамға үйлендірді. Содан кейін әйелдерге көмектесін ұйымға барды. Содан кейін қазір енді ол сол өзін зорлаған адаммен отбасын құрып, тағы да 3 бала тууға мәжбүр болды. Енді Халаға келетін болсақ, яғни ол балалар сол жерде тұрған жерінде сауат ашатын орталық ашылды. Хала тұрмысқа шығып қазір күйеуімен тұрады, ал осы отбасының қалған бөлігі Канадаға кетті. Осы халадан қалғаны, халадан басқасының барлығы Канадада тұрады қазір. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Менің тағы бір сұрағым бар. Мен мынаны білгім келеді. Хала және оның отбасы, және сіз оны сипаттадыңыз ғой. Олардың жолы болды және шығалды, ол жерден. Және фильмді сол үшін түсірдіңіз. Және Анджелина Джолиді сол фильмге шақырдыңыз. Осы бір отбасы ғана шығалды ғой сол босқындардың лагерінен. Көптеген жылдар бойы сол босқындар лагерде қала береді ғой. Әрине солай. Бұл проблема әрине көптеген фильмдерде көрсетіледі. Бір отбасына көбірек көңіл бөлуге тырысамыз. Халаның хикаясында ол жерде өте көп көңіл бөлінді және көмек көрсетілді. Сол босқындардың тұратын жеріне, ол жерге су жүргізілді. Халаның отбасы Канадаға жіберілді. Фильмге дейін ол Канадаға кетуге керек болды. Бізде тағы 2 онлайн сұрағымыз бар. Бұл соңғы сұрақтар болады. Біріншісі, сіздің видеоңыздың бас кейіпкерлерін қалай табасыз? Оны жаңалықтан аласыз ба? Және
сіз түсірілімге рұқсатты қалай аласыз, мысалы ауруханадағы сияқты? Үкіметтік емес ұйымдар бізге келіп, осындай белгілі бір тұжырыммен келеді, біз осындай месседжді көрсеткіміз келеді, осындай мәнді жеткізгіміз келеді деп. Қалада мысалы осы қауымда жұмыс істейтін адамдармен сөйлестік. Жаңағы бала туған жердегі ауруханада операционныйдағы бала туралы фильмді мен түсірген жоқпын, ол менің әріптесім түсірген. Және бұл жерде өте керемет деректі фильмдер түсірілді. Төртінші арна онымен байланысқа шығып, ол әйелмен жаңағы соғыс кезінде өмір сүріп жатқан адам. Тағы да бір сұрақ, әлеуметтік деректі фильмдер өте жақсы көрсетіледі, және көп жағдайда саяси подтекст алынып тасталыну керек. Осын жасау үшін не істеуге болады? Үкіметтік емес ұйымдардың фильмдері көбінесе неғұрлым саяси себептерді, саяси бір астарларды алып тастауға тырысады. Яғни деректі фильмде мүмкіндігінше субъективтілікке орын бермей, объективті түрде белгілі бір адам, белгілі бір отбасы жөнінде хикаяны көрсетуге тырысады, және сол арқылы жағдайды көрсеткісі келеді. Тағы да бір сұрақ. Қазақстанда бірінші ретсіз бе? Иә, мен бірінші рет Қазақстанмын. Сіз Қазақстан жөнінде деректі фильм түсіргіңіз келе ме? Менде ондай мүмкіндік болған жоқ, бірақ жақсы болар еді. Қазақстанда белгілі бір кейстар туралы білесіз бе? Жоқ, білмеймін. Иә, мен бірінші рет Қазақстанға келіп отырмын. Қазақстан туралы фильмде түсіргім келер еді. Қазақстанның кейіпкері жөнінде. Үлкен рахмет, Клементин. Өте жақсы презентация болды, және өте қатты толқытатын фильмдер болды. Үлкен рахмет сізге. Орындарыңызда отыра беріңіздер. Келесі мастер-класты бірнеше минуттан кейін